Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қыркүйектің 3-ші жұлдызы мемлекеттік сыйлықтың иегері, белгілі жазушы, профессор, әдебиеттанушы, сыншы, журналист, драматург Шерездан Рүстемұлы Елеукенов ағамыздың туған күні. Егер аман болса, ағамыз 95 жасын қарсы алатын еді. 91 жасында арамызда озған ағамыз жалпы күллі қазаққа өзінің әдеби және ғылыми еңбектерін қалдырды. Солардың бірі «Қайдасың сол күндер» мемуарлық романым. Енді Шерездан ағамен мен 2016 жылдан бері таныспын. Жай ғана таныс емес, дос, сырлас, кеңес айтатын ағам, тіпті сырымды айтатын жақын ағам болып кеткен еді. Бүгін туған күнінің құрметіне осы бейнежазбаны түсіріп отырмын. Шерездан Елеукеновке мен бірнеше еңбек арнағанмын. Шілденің соңғы күні деген әңгімемді арнағанмын. Өйткені шілденің 31 күні, яғни шілденің соңғы күні Шерездан ағаның өмірден өткен күн еді. Шілденің соңғы күні деген әңгімем бар. Одан кейін ең алғаш «Әттең дүние» деген романын талдап, қазақтың шерін қалам ұшында сорғалатқан қаламгер деген мақаламды Қазақ әдебиеті газетіне шығарған едім. Бұдан басқа «Қош бол Шерездан аға» деген Қазақстан дәуірі газетінде Шерездан аға қайтыс болған кезде шыққан мақалам тағы бар. Бұның бәрін не үшін айтып тұрмын? Мен Шерездан Елеукеновтың әдебиеттегі шәкірті, оның ақ батасын алған, мен саған сенемін, сенен жақсы жазушы шығады деген бір ауыз сөзін ешқашан ұмытпайтын адал шәкірті ретінде оның іздеушісі, жоқтаушысы болу мақсатында жүрмін. Яғни іздеуші деген не? Әр жерде оның атын айта берудің қажеті жоқ. Оның еңбектерін ғылыми тұрғыда жүйелеп, жіліктеп, сыни тұрғыдан жоғары бағасын алуына түрткі болу ма? Қалай? Мұрындық болу. Сол істі бастау. Қазір өйткені Шерездан Елеукеновтың еңбектері мүлдем дерлік айтылмайды, ауызға алынбайды, мүлдем. Сондықтан да Шерездан аға, енді марқұм болған адамдардың рухы үнемі жанымызда дейді ғой. Осы шәкірттік лебізімді естіп, біліп жатқан боларсыз. Жатқан жеріңіз жайлы болсын, топырағыңыз торқа болсын. Қазаққа еңбек сіңген азамат сіздей ақ болсын. Сіздің атыңызды өшірмеуге, соңыңыздағы ғылыми еңбектеріңізді және әсіресе әдеби еңбектеріңізді насихаттауға мен барымды саламын. Шерездан аға, туған күніңіз 95 жасыңыз құтты болсын.